Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар құрметті көрермендер. Бүгін 13 ақпан 2026 жыл. Елімізде қазір референдумға дайындалып жатыр. 15 наурызға жаңа ата заң шығарып отыр. Сол туралы өзіміздің ойымызды және мына 1995 жылы қабылданған ата заңымыз туралы талқылап, қайсысы орындалды, қайсысы орындалмады деген мақсатта Шымкент қаласының тұрғыны заңгер Жаңабек Әбішев ағамыз шақырып алып отырық. Осыны қолдан келгенше талқылап, яғни халыққа өз ойымызды жеткізгіміз келіп отыр. Аға, өзіңіз осы ата заң туралы айтып берсеңіз. Менің тарихымда, менің осы өмір бойы тарихымда бұл үшінші рет заң өзгеріп отыр. Саналы өмірімде. Ол кешегі кеңес үкіметінің заңы 93-ге дейін жұмыс істеген. Одан кейінгі 93 жылғы заңымыз болды. 2 жылдай жұмыс істеді, 95-те өзгерді. Сол 95-тен келе жатқан заңымызға биыл 34 жыл болды. Енді өзі қоғамда кез келген нәрсе алға жылжу керек. Мына өркениет, цивилизация алға жылжу керек. Мысалы, кеше киіз үйде болсақ, одан 2 ғасыр бұрын, қазір мына современный еуроремонт бар үйде отырамыз. Сол сияқты бұрынғы заңдарымызда өзгеріп, адамға қолайлы жағдай жасау керек. Яғни адам бірінші орында тұру керек. Сол адамның бірінші орындағы байлығы да, еліміздің байлығы да оның құқығы мен бостандығы. Осы бостандық біздің ескі қолданыстағы ата заңымыздың бірінші бабында жазылған. Бірақ осы заңымызды оқып түсінетін адамдардың саны аз деп ойлаймын. Себебі бұл ата заңымызда барлық сөз кез келген қазаққа түсінікті мені қонатын сөз болу керек. Әсіресе мына демократия сөзді мен түсінемін. Бәрі түсінгенмен, егер осы демократия деген сөздің шын мәніндегі қазақи сөзін алсақ, Қазақстан Республикасы өзін халықтың билігіндегі, яғни жақшаның ішінде демократиялық мемлекетте орнықтырды деп айтатын болсақ, түсінікті болар. Сонда халықтың билігі деген ана оққан сайын, мемлекеттің билігі мен қолым деген ғой деген ой қалу керек та. Сондықтан біз жаңа үйге көшсек, немесе ескі машинадан жаңа машина алсақ, ескі машинаның қай жері қолданылмады, несі пайдаланылмады, неге мен жаңа машина аламын? Оның қандай сапасы болу керек деп ойлау керек. Сондықтан қазіргі жаңа заңды, жаңа ата заңды қабылдауға қандай негіздер болды дейміз. Себебі мына ескі заңымыздағы көптеген негізгі баптар адамның құқығына қатысты, қазақ халқының правасына қатысты нормалардың бүгінгі күнге дейін толық орындалмайды. Оның біреуі және бірегейі 3-ші баптың 4-ші тармағында біздің елімізде 3 билік бар екенін көрсеткен. Ол атқарушы билік, президенттен бастап ауылдың президенті, ауылдың әкіміне дейін. Ол заң шығару билігі, парламент, сенаты мен мәжілістегі 2 палатадан тұратын. Және 3-ші билік ол сот билігі. Енді соның ана 2 билігі, заң шығару билігі менен атқару билігін азды көпті біреуін 20-30%, біреуін 40-50% заңға сәйкес халық сайлап жатыр. Яғни 3-ші баптағы мемлекеттің билігі халықтың қолында, халық осы мемлекеттің қожасы, хозяйыны деген сөз толық 100% орындалу үшін 3-ші билік айтып отқан сот билігі сайлану керек. Кеше біз соттан келдік. Соттың кез келген қазақтың құқығына түкіргені бар екенін мен білдім. Неге? Конституция секеміз халық сайламайды. Сондықтан ол өзінің үкімін, шешімін, қаулысын шығарар кезде, ертең сайлау болса, мен сайламауым мүмкін ғой деген ой тумайды. Мүдделі емес та. Сондықтан лаж болса сотты созып отырса да лаж кезде қай жақтан ақша түседі деген оймен. Сонсың енді біз мынау жаңа заң шығарар кезде қазір биліктің мына
ескі заңымызды қай жері бұның ұнамай тұр деген нәрсеге, то есть негіз бар ма жаңа заңға, жаңа аты заңды өту керек дегенде соны талқылағысы келмей отыр да. Және талқылау болғанның күннің өзінде міндетті түрде оппозиция болу керек. Тек қана оппозиция болса осы ғана өмір алға жылжиды. Әр отбасында да кейде оппозиция болса ғана өзіңнің іс екенін дұрыс екенін білесің. Отбасындағы әйеліңнің немесе балаңның көке ол былай ғой десе, ойланып келіскіміз келмейді, бірақ кейде келісеміз. Неге? Ол қисынды, ол біздің үйімізге пайда береді. Дұрыс. Айналып келгенде солай емес па? Сондықтан мына Қазақстан деген мемлекеттің отбасында халықтың жаңа заңды талқылауға, қатыстырмауға, оны баяғы осы мына шығарардың өзінде жеті ай талқыланған екен. Мен интернеттен көрдім, осы кезде назар аудармаған екен. Мынау 95 жылғы заңымыз, аты заңымыз. Ал ана заңдарымыз талқыланған есімде бар мен. Кеңес өкіметінде. Конечно, оны формальды болған шығар, бірақ мынадаған 7 ай берілсе, енді неге 5-6 күнде комиссия құрылады, сол комиссияның құрамына белгілі заңгерлер мен белгілі осы ата заңымыздың кемістігін айтып жүрген қоғам қайраткерлері, қоғамдағы белсенді неге қатыспайды. Конечно, қоғамның белсенді түрі бар, қоғамның маргинальный малсияқ түрі бар, тобы бар. Белсенді түрлері қоғамдық ұйымдар болады. Сондықтан қоғамдық ұйымдардың басшылары, сондағы мүшелері қатысып істелуі қажет еді. Және уақыт беру керек. Сондықтан құрметті қалайық, біз әлі де болса халықтың көзін ашу үшін мына ескі заңымыздың неге көп бабының қоғамдағы іс-әрекетке сәйкес еместігін. Мысалы, осы кеше бұдан бір 15 жылға дейін заңда бар, мәшинеде ремен бар, ремен таққан жоқпыз. Осы 6-7 жылға дейін ремен деген вообще тақпайтынбыз. А қазір қолданыста болды, жаңа штрафтар тақтады. Ендеше мына сот жүйесіндегі халыққа бағынбайды деп осы шешкен жоқ. 35 жыл, 34 жыл үндемей жүрдік. Енді билік осыны біліп қоймасын деп, мына қолданыстан ертең жыртып алып тастайтын заңымыздың несі орындалмады, неге орындалды деген вопросты, деген мәселені көтергісі келмейді. Қазір мына жаңа заңда мен қарап өттім, мына нәрсені тағы да алып тастапты. 3-ші баптың 4-ші тармағында жаңағы айтқан 3 биліктің бір-біріне баланс беретін тежемелік және тепе-теңдік деген нормасы бар. Соны мына қазір жаңа заңнан алып тастаған. Неге? Мен де тағы біраз адамдар менің қасымда жүрген осы бапқа сілтеме жасап, сен сот мырза, құрметті сот, сен заңсызсың, сені халық сайлаған жоқ деп қарсылық беріліп жатыр. Сондықтан халық білмей қалсын деген норманы алып тастаған шығар деп ойлаймын. Менің мәселе осында. Сондықтан мен бұл жерде біраз еліміздегі осы ата заңымызды талқылаған азаматтардың көбісіне қосылайын. Мысалы, Аманбек Тышан ағамыздың біз билікке қарсы емеспіз деп бастайды да, сол биліктің шыңы президенттің ұсынған, президенттің инициативамен болған. Кешегі құрылтайға дейін ата заңымыздың ауысып жатқанын ешкім білген жоқ қой. Ендеше соған қарсы келмейді. Бұл кәдімгі былқылдақтық. Менің сөзіммен айтқанда мұсылман момындық. Момын деген жаман емес. Или қорқақтық. Осынша жерді жаулап алып, бұдан 30 ғасыр бұрын Илон Маск сияқты бүкіл өркениетті алға жылжытқан, үзеңгіні ойлап тапқан қазақ және біздің бабаларымыз қазір қорқаққа айналған. Соның ұрпақтарымыз. Соны айтуым керек. Және мынандай ойым бар. Сайлау комиссиясының міндетті түрде халық сайлау керек. Халық сайлауға, сосын сайлау комиссиясындағы адамдар немесе сайлаудағы дауыс ұрлағандар жазалау жөнінде қылмыстық кодексте бап бар, бірақ өте жеңіл бап бар. Тәртіптік қылмыстық тест деңгейінде қалып кеткен, жаңағы бірнеше күнге ғана қамалады. Оған действительно ауыр жаза берілетін болу керек. Сондықтан менің бір жылқымды ұрлап алса, немесе бір қымбат бәйге шабатын атым жаңағы бірнеше миллион тұрады, соны ұрлап алса, оған жаңағы қылмыстық ауыр жаза болады. Ал
менің даусымды ұрлап, менің орныма, немесе басқа біреудің орнына біреу сенатқа немесе парламентке өтіп кететін болса, оған тек қана жаңағы 15 күндік болады. Бірақ өкінішке орай сол жеңіл жазаның өзімен осы 34 жылда бірде бір адам сотталған жоқ. Неге? Халықтың тірілмегендігінен. Сондықтан құрметті ағайын, құрметті қазақ, анау арым жанның сарғасы деп жанын беретін кешегі 90 жылдары күнкөріс жағдай қиындаған жағдайда әйелінің тапқан тамағын ішкісі келмей асыл берген жігіттер болды батыста. Ендеше намысы бар жігіттер мына ата заңымызбен берген, ата заңымызбен баянды етілген құқықтарымыздың неге қорғалмауын зерттеңіздер, өздеріңіз ойларыңызды айтыңыздар. Сол ойымның біреуі кеше президент айтты, ана жеке адамдардың партиясыз түсуіне мен қарсымын, оны алып тасталыпты қазір. Бірақ мен оны қарағам жоқ, бірақ президент айтқан деген ол орын тұрады. Ол не деген сөз? Барлық партияларда мына аманаттың Нұр Отан маңайындағы жүрген партиялардың бәрі 6 ма 7 ма шаруам жоқ. Соның бәрін қосқанда 2 миллион адамға толмайды. Ол біздің Қазақстан халқының 10%-ін жайында, мүмкін 20% шығар. 10% маңайында. Ендеше қалған 90% халықтың құқығы қорғалмайды деп тұр. Неге? Ендеше олар парламентке түсе алмайды, олар әкім бола алмайды, олар жаңағы президент бола алмайды деген ма? Сонда мына заңымыз біздің 90% халықтың құқығын шектейтін болса, оны керек. Енді бұрынғы заңымыз ғой бұл. Бұрынғы заң, қазір жаңа заңымыз сондай бар. Енді көке, мен сөзіңізді бір бөлейін, иә. Қазір енді сіздің мынау айтып отқаныңыздан менің өзімнің түйіп отырғаным, жалпы біз халық саяси сауатты болуымыз керек, бәрін білуіміз керек. Енді бұл жерде мысалға мына заңның өзгергенін мен өз басым білмейді екенмін. Өйткені не себеп? Өйткені бізді мынау билік қылып қойған. Біздің уақытымыз жоқ. Кредиттен кредит, өмір бақи басын көтермей, ештемемен жұмысы жоқ қылып қойған халықты. Бұл енді біздің заңымыз осы неге қайта-қайта өзгере береді? Олар не черновик қылды ма бұны? Мен басқа мемлекеттің заңдарын мысалы қарап келдім, пәленбай жылдан бері өзгерген жоқ, солай тұр. Осымен нешінші мәрте өзгеріп тұр мынау? Жоқ, мысалға деймін ба? Былай. Мына 98 бап бар. Бірақ осы 98 баптың жаңағы тармақтарын оқысында көп болады ғой. Бірақ 100-ден аса өзгерістер болды. Сондықтан мен телефонымда 98 нөмір қойдық қойғам. Осы заңды өзгерді, қазір 20 жыл болды. Енді менің айтайын деген тағы бір нәрсе, тағы бір үлкен кемшілігіміз. Мынау ата заңымыздың бірінші бабында жаңағы халықтың билігі демократиялық, халықтың билігіндегі демократиялық ел деп қоймыз ғой. Сол демократия қалай болу керек деген ойға кірсек, біз бұл жерге айтайық, авторитарный мемлекет деп жазуымыз керек та. Болмаса демократия жаздық, ендеше осы мына жер шарындағы ең демократиялық елдің ұстанымдарын, негізгі соның бағыттарын басшылыққа алуымыз керек. Мысалы, бір мықты отбасын көрсек, сол отбасы сияқты болуымыз керек ғой. Бір мықты жігітті көрсек, сол мықты жігітті жаңағы бір немерем, жаңағы несін мықты қашап атып, швецияда көрген бір спортсмендер көрген ғой. Ендеше, осы мына демократиясының ең дамыған ел Америка болатын болса, және демократияның мықтылығы сондай, кеше Трамп деген президенттің ойындаған нәрсесін болдырмай, оның Трамптың партиясына үлкен бөлігін құрайтын конгресінің өзі Еуропа кімге Украинаға көмекті уже шешіп қойды. Енді тек қана берілу ғана қалды. Қару берілді. Сол сияқты. Айтайын дегенім, біз ақш-тың демократиясындағы, ақш-тағы халықтың билігіндегі нормаларды алуға тырысуымыз керек. Басқа бірдеңені алдық деп халықты шатыстырмай. Ең жақсы нәрсе болып тұрасың ғой. Ең жақсы машина қандай, қазір соны алғың деп тұрады. Соны жақында машина аламыз тұрмаса, шамамыз емесі. Естіде болса сол жақсы машина аламыз. Сондықтан айтайын дегенім, әрқайсың өздеріңді ойларыңды айтыңдар. Кеме жүріп кетті, пойыз жүріп кетті, ештеңе қалмайды деген болмайды. Өмір өткен айдың, келесі айдың 15-менен жаңағы референдумнан тоқтап қалмайды.
халық сауатты болып, ең болмаса бәрін білудің керегі жоқ шығар. Мынау ата заңымыздың негізгі сендердің өмірлерінде, мына саналы өмірінде болып жатқан ата заңымыздың қайтара қабылдану кезінде ескі заңымызды неге ауыстырдық деген ой туып, осылар ой тусын деп айтып жатыр. Неге істедік? Неге біздің өміріміз дұрыс емес? Неге соттарда біз жеңіліп қаламыз, ойымыздағы болмайды? Неге біз әділ деген нәрсеміз болмай қалады? Себебі ол халыққа тәуелді емес. Неге облыстың әкімі ойындағы кеңесін істейді де бар облыста отырған облыстың әкімдері сол облыстың жартысына жуығын жаңа дүниесін бәрін алып алады. Бюджеттің ақшасын бәрі соның жаңағы компаниясының туысқандарының бірдесінің атында болады. Ар жерді сұрайды. Ендеше пока халық сайламай тікелей жаңағы мынау үш биліктің үшеуінде, атқарушы билігінде, әкімдерді, ауданның, түгел облыстың әкімдерінің бәрі сайлану керек тікелей. Сондықтан соттар сайлану керек, соттар қалтырап тұру керек. Егер мыналар менің әділетсіз шешімімді көріп тұрса, түсінеді ғой, бәрі заңда тұр. Заңды білуге көп қиындығы жоқ. Ендеше мен сайламай қоятын шығар деп айту керек. Міне осы жөнінде әрқайсыларың ойланыңдар, қараңдар, түсініп алыңдар. Халық уақытша ғана береді. Үш билікті 5 жылға, 3 жылға, қазір жаңа президентті 7 жылға беріп тұрмыз. Ендеше сол уақытша бергеннен кейін оны алып қоюға құқы болу керек. Неге? Ұнамаса. Сол сияқты қала әкімін сендер сайласаңдар, қалада жұмыстық болса, әкімдер түсу керек. Әкімнің бірінші міндеті должностной институтта тұрады. Ол не? Халықты жұмыспен қамту қабілетіне қарай. Мен мұғаліммін, мен ғалыммын, мен бірдеңе қолымнан келеді. Бәрі болып тұру керек. Соны істеуге тырысу керек. Сондықтан да ең үлкен отдел әкімдікте, қаланың әкімдігінде, облыста, ол халықпен жұмысты қамту керек. Сол профайлерді тауып беру керек. Болмаса шетке шығарып бара жүріп кетеді. Соны шешу керек. Ешкім арқылы жұмыс тауып береміз. Ол емес. Бұл көшені асфальт түсіп, көшені ой, ана кім келді, мынау үлкен үйлер салды, мынау ана не болып қалды, ой, мешіт салды жасын. Мәселе онда емес. Сондықтан халық соны талап етіп үйрену керек, мына өзінің ата заңындағы негізгі құқықтарын білу керек. Қазір енді ана заңды алып тастап отырмын, мысалға партия деп ше, партиядан түсу керек депті. Партиядан түскен халықтың шынайы жан айқайын айтқан, кеше халық партиясынан түскен Гаухар Танашева қанды көрдік. Алты сезон. Халықтың жан айқайын айтып еді, партиядан шығарып алып тастайды. Сол себептен мажоритарлы ел сияқты әркім өзі ұсынып, өзі түсу керек бұл депутаттыққа. Мажоритарлық системамен әр адам өзі түсу керек. Әр адам өзі түсу керек. Ал ол барлық партияда жаңа 10% берді. Значит 90% адам сонда права шықпа. Сөзіңіз аузыңызда, енді менде бір сұрақ туындап тұр. Мына енді ескі заң, қолданыста өзі. қолданыста қазір, да? Әзір күшін жойған жоқ. жоқ жойылған жоқ. Енді қараңыз, мынау жаңа заң. Бұны 6 күн, 7 күн аралығында шығарды. Бұл өтіп кетті дейді. Біз енді мынадан не өтті, біз соны білуге құқығымыз бар ма? Жоқ па? Сосын екінші сұрағым. Мына ескі заңда мен мысалы халықпын. Статистика бойынша, статистиканың тізімінде мен біреуімін қазақтың. Халықтың біреуімін. Менің мүддем қаншалықты пайызға мына жерде жазылған. Ол орындалды ма, орындалған жоқ па? Сұрақ па? Сұрақ. Жауап, бұған жауап. Менің көзім жеткені жаңа бір-екі нәрсені айттым ғой. Ең үлкен нәрсе. Мына ең үлкен нәрсе деген себебім, мынау жалпы бөлімде тұр. Жалпы бөлімде басқа 9 бап бар. 9 бап. Осы 9 баптың орындалмауының өзі мына заңға қарағанда қазіргі мына жоба заңымыздың адам құқығын шектегенін көрсетіп отыр, түсін ба? Мәселе сонда. Яғни бұрын мына президенттік мемлекет болатын болса, қазір одан супер президенттік. То есть бір адамның қолындағы. Кеше ғана Шаушеску дегендер соттауға шығыс басшысы болған состақтың бәрі қазір авторитарлар бәрі бір кезде тұрады. Бірақ мәселе халық тірілгенге дейін, бірақ халық бәрібір тіріледі. Мәселе ертерек тірілсе, ертерек өзгереді. Үйренесің. Ал ертерек мен сіздерге мынаны айтайын. Жасың үлкендігінен емес, мен жас күннен бір саясатта жүрдім. Мынау осы даже 60-70 жылдардың өзінде мына Европа қазір Еуроодаққа қосып кеткен.
Евросоюз, евро деген теңгесі бар. Евро деген теңгесі бар ғой. Солардың мемлекеттің өзінің біразы авторитет мемлекеттер бар. Тұра біздікі болсын біздікіне жақын мемлекет бар. Неге? Ал сол 60 жылдар айырмашылық қазір 70 жыл кетіп қалды. 60 жыл кетіп қалды. Енді біз егер мысалы халық сендер сауатсыз болдық деп үндемеген сайын мына агония жойыла береді да. Өте береді. Бақа осындар мына соғыстың арқасында қазір орыс халқының қанша жері болса да Қытай біраз жер жаулап алды. Анау шығысын. Бұрын дос болып жүрген Өзбекстан деген біздің артқы мемлекет. Қазір кетті бар. Сен мен досымайын. Соны білген біздің Тоқаевтың өзіне сәл енді мынау Еуропа жаққа қалам ба деген ойменен жер бас тартқан бірақ нелер айта бастады. Оны көріп отырсыздар. Ал Армения деген бейшара халық өте нашар тұрады. Мен оны барып та келдім. Солардың өзі қазір ОДКБ-дан шығатын әрекет. Фақат бас тартып отыр, ана шыққан жоқ. Шығуды айнады. ОДКБ деген білесіңдер жаңа әскери. Сондықтан да біз мынау қазір Россияның кішкене өзі әлсіреген, бұрыннан бізді қолғапта соны Россияның әлсіреген кезін пайдаланып, бет бұрышымызда жаңа мен айтқан Америка сияқты батыстың әділдікті қарайтын, халықтың бетін қарайтын ұстанымдар сондай елге бет бұру керек. Әйтпесе не қыламыз? Евро ремонт қылмай-ақ, Азия евро ремонт қылмайды. Ендеше доллар мен евроны тығып қойып теңгені жатқан үшін, наоборот доллар жоқ теңгені тығып қоймаймыз. Иә. Ендеше Еуропаның батыстың дамығанының өзі белгілі. Және батыстың халқының өзі кез келген мемлекеттің батысы басқаша екен. Мен мына Украина халқының мынау шығыс жағы менен шығыс жағы әлде орыстар көп та, орысқа жақындау да. Ал батыс жағы батыстың цивилизациясында Львов жақтарында. Бізді Қазақстанда жаңа мынау батыс жағы тірелеуді қайта көтеріле береді. Ал мынау оңтүстік жағы біз жағы. Ал сияқты мұсылман болып басын ие береді. Оның ішінде Қызылорда мен Шымкентте бар. Түсін бе? Сондықтан қазіргі мынау Россияның әлсіреуі мына Украинадағы халықтыққа басуымыз керек. Мына кәдімгі. Неге? Действительно құлдықтан шығудың қырылып, қан төгіп, құрбандықтың арқасында көрсетіп тұр бізге. Ей, иттің баласы қазақ қарасайшы деген. Соны қарамайтын. Мен мынау соғыс басталғалы бері уақыт тапсырым болды жаңағы бір жаман смартфон жаңағы келген сортын білген. Постоянно қараймын да. Таң қалдым. Бір күні жаңағы бір 2-3 күн болған соғыс болған. Уже Украинаның түбінде тұр жаңағы нелер. Бір ақсақ. Осы түнде қарағанда осы менің жасымыз көп кіші емес. Сол ана қару таратып жатыр. Соны айтады. Я могу переносить это. Я сильный, но надо чуть-чуть, но все равно сильный дейді. Соғысқа бар. Апачевского қосылысы келіп тұрды. Мені патриот не еді. Неге десем бұлар кешегі 14 жыл мен 22 жылдың арасындағы 8 жылдық халықтың билігі демократияны көріп, соның дәмін көріп қалған, соған жаңа баласына несіне өлсем де қалдырып кетейінші ой тұрды. Сондықтан мына заңды білу жаңағы сағат шалдың жаңағы ашуланып нәуақыз деп өмірім өтіп бара жатыр. Осы дұрыс өкілікке қалам ба деп сендерге ренжігенмен бір жағынан түсініп қараймын. Кешіп те қараймын. Түсініп қарайық, біз кейде ашуланып кейде мұраттырап талайық айқайлап ұрсын. Біршін шығар. Неге? Тездері түсінсін деп. Сонда бұл бәрі жағдай сені көрмейін бітіп кеткен жоқ. Қайтып беріп жатыр неге? Сондықтан менің арқамда бір нәрсе түсінгенін сезіне бастадым. Түсінгеннің арқасында анау бұған кеше құдай болып тұрғандардың құдай емес күту екенін түсіне бастадым. Түсінесіз бе? Сондықтан бүгінде біз прокуратураға кірдік. Действительно видеоны алып кірдік, түсіндірдік. Мен 5 күнді көрдім, прокурорым айтты, облыстың әкімінде қаны ішеміз. Жүзесіндегі әкімнің бағанағы Абылайдың мәселесі бойынша. Сондықтан балалар, қыздар түсініңдер, ұмтылу керек. Белсенділікті көбейту керек. Сөзіңіз аузыңызда, енді тағы да бір сұрайын дегенім, біз заңда осы қазіргі қолданып жатқан заң болсын, жаңа заңға енгізілген баптар болсын, тармақтар болсын, біз қай жағынан біз көбірек білуіміз керек, біз өзіміздің мүддеміздің
қаншалықты пайызға біздің мүддеміз қорғалған осы заңда халықтың. Оған жауабым оңай. Бірінші мен мынаны толық зерттемегенімді айтайын. Сондықтан мен өзім білгенімді айтайын. Мына заңның біраз жеріме бөліп тастаған. Сен дейтін ғой, мен осында башы бөліп тастаған. Соны қарап өтіңдер. Әдейі мына бөліп сызып тастаған, нөмірлеп қойған. Дұрыс, біз Мысалы ешкім де жоқ. Мен мына қоғамдық ұйымды аштым, басқа біреуді бастап қойдым. Қазір амансыз басшылық отырмын. Сөйтем де ақыры пока тірі болғандықтан бірдеңе түсіндіріп отырсам. Ешкім оған жаңағы айлық алып немесе тегін жұмыс істемейді, ешкім бермейді, ешкім ештеңе бермейді. Ешкім өмірін құрбандық қылмайды әшейін. Мына сағатты шалдың бір сөзі дұрыс. Неге? Әркім мына сенің өз балаң, немерең бар емес пе? Жаңағы ана кәпір қалып бар ғой, Украин деген. Солар неге соғысқысы келеді және ұмтылып? Себебі мына өзгеше дәмін көріп қалған, әділеттіктің, демократияның 8 жылын көріп қалған, сонан айырғысы келмейді. Түсін бе? Сондықтан біз оған әлі жеткен жоқпыз. Сондықтан біз тек қана қазір күнкөрістен аспай, қолымыз тұрын тимей жүрміз. Мен соны кейде үйімде өртеніп бара жатсам, мен бір жылда өзімнің бір тірлігімді ғана істеймін. Сол сияқты болатын адамдардың саны өте аз. Сондықтан қоғамды бәрі өзгерту керек. Потому что мен немерелерімді осы қоғамда өмір сүреді, кеше өліп қалған. Сондықтан не істеу керек? Естібетіні. Әйтпесе, несі бар? Ішіме келген. Ақталып жатыр. Сондықтан сөйтіп жүрген менің жаңағы оқушыларым бар. Соны кейде ұрсамын, неғыламын, түсіндіремін. Мен үшін, маған сол үшін ешкім ештеңе рахметімді айтпайды. Ол маған керегі жоқ. Бірақ сенің балаларыңмен мен немерелерім өмір сүретінін білемін да. Қай өмірде? Осы жаман қасиетсіз өмірде. Егер мен соны істемесем, соны ашпасам ғой. Ол үшін маған біреу бір тиын бермейді. Наоборот, мен жағылғанын қарайды. Даже әлемде тұрған жүріп мен құтылуға тырысамын. Қайта жауып тастайды, бірдеңе қалады. Төлемей қалам, кейде әрі таппай қалам. Сондықтан да маған мені ешкім шақырған жоқ. Мына ергерлерді маған бірден шешіп төлеп берген жоқ. Кешеге барғанда да айтып, кешегін тауып, бұл ақшасын